Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге салмасы әртүрлі болатын творогтан, жемнен болатын булочка жасап көрсетемін. Өте әдемі көтеріледі, әрі тез жасалады. Мына піскен түрі қалыптан алып, осылай ашып көрсетіп жатырмын. Бетіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мак сепсеңіздер де болады, немесе конжут сепсеңіздер де болады. Бұл жерде кезек-кезек, мысалы біріншінде творог болса, екіншісінде жем салынған, оралған кезде. Үзгенде арасы осылай үлбіріп тұрады. Бұның үзгеннің ішінде жем бар екен. Іші осындай болып тұрады. Достар, осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте әдемі көтеріледі, әрі дәмді шайға. Екіншісінде міне творогпен. Қалай жасалатынын, қалай иленетінін, не керек екенін қазір айтып өтем. Бірінші 300 грамм сүтке, жылы сүтке 50 грамм шекер салам. Дрожж салам. Сөйтіп 5 минутқа бетін жауып қоя тұрам. Дрожж көтерілгенше, сосын алдын ала электрден өткізілген ұнды жайлап салып, жұмсақ қып қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде менде ұн 650 немесе 700 граммдай саса болады. Осылай илеп қоямыз. 30 минутқа. Жұмсақтық осындай болу керек. 30-40 минуттан кейін қамырымыз осындай әдемі көтеріледі. Қамыр әдемі көтерілген. Осы әдемі көтерілген қамырымызбен енді жұмыс жасай беруге болады. Бұны түсіріп аламыз да ыдысынан. Зуалаймыз, кері қайтарып. Сосын бөліктерге бөлетін боламыз. Бірінші үлкен 2 бөлікке бөліп алып, сосын кішігірім бөліктерге бөлетін болам. Осылай кішігірім бөліктерге бөліп, қайтадан зуалаймын, домалақтап. Суаллаған домалақтарымызды тағы да 5 минутқа жауып қоямыз, тағы да әдемі көтеріледі. Көтерілген соң шетінен жаямыз. Жайылған видеода түспей қалған екен. Домалақтаған зуаламызды осылай жайып алғаннан кейін бір шетінен пышақтың көмегімен тілеміз де ішіне салмасын саламыз. Бірінші жем, қараөрттің жемін салып, осылай орайтын боламыз. Осылай орап бәрін шетке қоямыз. Қалауларыңызса қандай жем болса да болады. Алманыкі болса да, өріктікі болса да болады. Осылай орап шығамыз. Одан кейінгісіне творог салып көрсетем. Творогтың қандай проценттігіне ешқандай айырмашылық жоқ. Егер тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, ішіне шамал шекер қосып жіберсеңіздер болады. Мен шекер қосқан жоқпын, өйткені булочканың тесті қамырына шекер қосып илеген болатындықтан қосқан жоқпын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сіздер қоссаңыздар болады. Осылай формамызға, табамызға салып аламыз. Табада салған формасы осындай болып тұрады. Енді бетін тағы да 5-10 минутқа жауып қойсаң, жақсылап көтерілетін болады. Көтеріліп болғаннан кейін осындай жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болған соң шамалы мак себетін болам. Мак себіп болғаннан кейін 180 градуста алтында қызып тұрған пешімізге 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің булочкамыз пісті. Қып-қызыл иісі бұрқырап тұр.
Достар, жасап көріңіздер менің рецептім бойынша. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналға кіріп пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.